etsin ele. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, армысыздар, қадірлі ата-аналар мен қонақтар. Өмір бойы мектебімді жыр етем, бір өзіңде бақыт білім берекем, шәкірттерің өрістесін өрлесін, құтты болсын білім күнің мерекең. Құрметті оқушылар, аяулы ұстаздар, ата-аналар, қадірменді қонақтар, Қазақстан халқы ассамблеясының және Қазақстан Республикасы Конституциясының 22 жылдығы мерейтойымен сіздерді құттықтай отырып, мектеп өмірінде дәстүрге айналған Сыңғырла күміс қоңырау атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Бүгінгі салтанатты жиын қонақтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Аудандық Мукушева Бану Зариванқызы, Батпақкөл ауылдық округінің әкімі Бектұрған Көмекбай Қуантайұлы, ауылдағы ақсақалдар алқасының төрағасы Қобыланов Бақытжан Теңізбайұлы, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы педагогикалық шеберлік орталығы Ақтөбе филиалының тренері Утешева Күнсая Ғайнеденқызы, Шығыс мұнай және сервистік қызмет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік департамент директорының орынбасары Чао Ши Мин және ауысым басшысы Әнуар Құсайын, ардагер ұстаздар Қалиева Күлпаршын Лайыққызы және Мұқатова Ақыл Қаштайқызы, Мөлдір балабақшасының меңгерушісі Утешева Гүлзада Ғайнеденқызы, Балауса балабақшасының меңгерушісі қызметін уақытша атқарушы Құрманғалиева Мейрамгүл. Мектеп тізіліп тік тұр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туына сап түзеңдер. күміс қоңырау атты салтанатты жиынымызды ашу үшін сөз мектеп басшысы Бокашев Мейрамбек Маратұлына беріледі.
Құрметті ұстаздар, ата-аналар, оқушылар және де бүгінгі кештің қонақтары, күллі мұсылман халқының ұлы мейрамы Құрбан айт мерекесімен қатар келіп жеткен бүгінгі білім күні мерекесімен барлығыңызды да шын жүректен құттықтаймын. Биылғы оқу жылының ең басты жаңалығы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің білім саласына енгізіп жатқан жаңартылған білім беру мазмұны аясында екені барлығыңыз білесіздер. Сол себепті де биыл 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптарымыз алдағы уақытта жаңартылған білім беру мазмұны аясында жұмыс жасайды. Бұған біздің жаңа жол орта мектебі тыңғылықты дайын деп айта аламыз. Өйткені жаңартылған білім беру мазмұны аясында біздің ұстаздарымыз аталған сыныптар бойынша пән мұғалімдері барлығы Ақтөбе қаласында өткен жаңартылған білім беру мазмұнына курсына барып, өздерінің оқуларын аяқтап келді. Ендігі кезекте 2016-2017 оқу жылына көз жүгіртер болсақ, біздің мектебіміз үшін өткен жыл несібелі болды деп айтуға болады. Біздің оқушыларымыз түрлі сайыстарға, байқауларға, ауданда, облыста, тіпті республикада түрлі сайыстарда жүлделі орындарда ие болып, түрлі асуларды, белестерді бағындырды. Пәндік олимпиадада біздің бірнеше оқушыларымыз жүлделі орындарға ие болса, одан кейін кеше жылдың қорытындысы негізінде ұлттық бірыңғай тест бойынша ауданымыздағы 24 орта мектептің ішінде 102 орташа балмен 2-ші орынды меже тұтты. Сонымен қатар біздің мектебімізде 2007, 2008, 2009, 2010 жылдары үнемі рейтинг қорытындысы бойынша ауданда 3-ші орында, 1-ші орында жүрген болатынбыз. Міне араға 7 жыл салып, 2010 жылдан кейін 2017 жылы ауыл мектептерінің арасында біздің жаңа жол орта мектебі 3-ші орында иеленді. Бұл біздің ұстаздарымыздың жыл бойғы еңбегінің арқасы деп айтуға толықтай негіз бар. Сонымен қатар кешегі күнге дейін осы мектепті басқарып кеткен Рүстем Қалиұлының да еңбегін атап кетуге болады. Сонымен қатар біздерде туған жерге тағзым акциясы, мектепке жол акциясы аясында ұстаздарымыз аянбай еңбек етуде. Біздерде осы туған жерге тағзым акциясы аясында ұстаздардың көмегімен 76 000 көлемінде мектебіміздің алдына жарықтандыру қондырғылары қондырылды. Және де көшпелі іргелес тұрған Шығыс мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 150 000 көлемінде біздерге түрлі бояулар және цементпен көмектескен болатын. Осы компанияға алғысымызды білдіріп кетеміз. Мектепке жол акциясы аясында Қазақойл Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кеше ғана біздің оқушыларымыздың жүрегіне қуаныш ұялатып 300 000 теңге көлемінде түрлі оқу құралдарын табыстады. Және де ауылымыздың тұрғыны Әли ағамыз осы оқушыларымызға 40 000 теңге көлемінде өзінің қол үшін көмегін берді. Осы аталған азаматшалардың барлығына осы қасиетті Құрбан айт мерекесі қарсаңында Алланың разылығында болсын дейміз. Тек қана табыс тілейміз, отбасыларына амандық, деніне саулық тілейміз. Қазақта бір керемет нақыл сөз бар. Ұстаз ізденуін тоқтатқанда сол кезеңде өзінің ұстаз болуын тоқтатады дейді. Әрине бұл біздің ұжымның мұғалімдеріне керағар әсер ететін жайт. Оған дәлел ретінде біздің мектебіміздің мұғалімдерінің түрлі дәрежелерде, түрлі сайыстарға, түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болуы хақ дәлел болады. Ендігі кезекте осы жылдың қорытындысы негізінде 25 мамыр айында сіздерге марапаттаған болатын. Алайда біздің еңбек демалысына қарамастан көптеген ұстаздарымыз өзінің ізденуін тоқтатпай түрлі шараларға қатысты. Сол ұстаздарды енді кезекте марапаттауға рұқсат етіңіздер. Сосын тағы да бір айта кететін жаңалық, біздерде жаңартылған білім беру мазмұны аясында 1-ші, 2-ші, 5-ші, 7-ші кластарда гендер бойынша, яғни ер бала, қыз бала деп бөлініп, дене шынықтыру пәні бойынша
арамыз бір ұстазға толысып жатыр. Ол ұстаздарды да Мұғалжар аудандық бөлімі кешегідей көзден таса қалдырмай, Мұғалжар ауданының әкімі қолынан сыйхат табыстаған болатын. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Құрметті жас маман, бүгін сіз ұстаз аталатын қоғамдағы ең білімді, ең сыйлы, ең құрметті мамандық иелерінің қатарына қосылдыңыз. Мұғалім ұлы істер тындыратын, ұлт мерейін өсіретін, ұрпақ тәрбиелейтін тұлға. Парасат пен ізгіліктің, білім мен біліктіліктің нұрын төгіп, отанымыздың өркениетін нығайтатын ұстаз болатыныңызға сенімдіміз. Ұстаз атты киелі ұғым мен биік мәртебені қасиетті туымыздай жоғары ұстап, еліміздің ертеңінің кірпіші болып қаланар білімді де ел жанды ұрпақ тәрбиелеуіңізге тілектестік білдіреміз. Ұстаздық қадамыңызға ақ жол, медеу толғанат ағайымызды ортаға шақырамыз. Мұғалжар аудандық білім бөлімі. Біздің ұстаздарымыз сонымен қатар енді кезекті марапатта көшейік. Түрлі сайысқа қатысып, жүлдеден басқа тағы да түрлі төсбелгілер республика көлемінде аудан әкімінің төсбелгілері марапаттаған болатын. Төсбелгілермен соны марапаттауға рұқсат етіңіздер. Құрметті Абдуллина Ақбайша Асановна, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайта отырып, еліміздің өркендеуі жолында жас ұрпаққа сапалы білім, саналы тәрбие берудегі қажырлы еңбегіңізді жоғары бағалап, бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі лидер образования медалімен марапаттайды. Бейбітшілік әлемі президенті Нұрманов. Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчество бірлестігінің лидер образование медалінің иегері Жақсыбаева Гүлзия Насрадиновна марапатталады. Бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчество бірлестігінің лидер образование медалінің иегері кешіресіздер Сейсова Макура Теміровна марапатталады. Президент Нұрманов. Келесі кезекте айта кету керек, биыл Мұғалжар ауданының әкімі Ербол Жеткергенұлы керемет бастама бастады. Ербол Жеткергенұлы 1000 жарым аудандағы мұғалімнің ішінен ең үздік деген 10 ұстазға ұлағатты ұстаз деген төсбелгі тақты. Сол 10 ұстаздың бірі біздің Жаңа жол орта мектебінің ұстазы, соны төсбелгіден тағуға рұқсат етіңіздер. Төсбелгі Мұғалжар ауданы әкімінің 2017 жылғы 22 тамыздағы нөмірі
елуінші өкіміне сәйкес ұлағатты ұстаз аталымы берілген куәлік дәлел ретінде беріледі. Мұғалжар ауданының әкімі Данағұлов Абдуллина Ақбайша Асановнаға. Сонымен қатар біздер тек қана білім саласы емес, жалпы өнер, спорт саласында да бірнеше жетістіктерге жетіп жүрміз. Сол жетістіктердің бірі біздерде дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Олжас Саттаров үнемі жаз бойы түрлі аудандық, облыстық шараларға қатысты. Соның нәтижесінде облыстық Ақбида 2017 ауыл спорты ойындарының бағдарламасы бойынша өткізілген шағын футболдан бірінші орынды жеңіп алған үшін Саттаров Олжас марапатталады. Басқарма басшысы Нұрлыбек Мирханұлы Жүсіпов. Барлық ұстаздарға, оқушыларға жетістіктеріңіз құтты болсын демекпіз. Бұл жетістіктің барлығы осы ұстаздар ғана емес, сонымен қатар баланың білімін үйде жалғастырып отқан, тәлім-тәрбие беріп отқан ата-аналар мен ұстаз арасындағы бірліктің арқасы деп білеміз. Сондықтан да алдағы оқу жылында барлығыңызға сәттілік тілей отыра, тек қана бірлікте болуға шақырамын. Рахмет. Бірінші қыркүйек білім күні. Оқушылар мен ата-аналардың өз мектебін сүйетін және ұмытпаған барлық адамдардың дәстүрлі мерекесі. Бірінші қыркүйек әсіресе мектеп табалдырығын тұңғыш рет аттаған, жаңа өмірге қадам жасаған мектеп алды даярлық тобы мен бірінші сынып оқушылары үшін қуанышты күн. Бұл олардың жадында мәңгі сақталатын және бір кездері тебірене еске алатын күн болады. Олай болса, Балауса балабақшасының тәрбиеленушілерін, мектеп алды даярлық сыныбының жетекшілері Шәрбану Мұқтасарқызына және Диана Қайыржанқызына тапсыру үшін балабақша тәрбиешілері Зульфира Сапарғалиқызы мен Лена Даналыққызын ортаға шақырамыз.
көп рахмет. Және де Жаңа жол орта мектебі жанындағы шағын орталық тобынан даярлық тобына қабылданғалы отырған бүлдіршініміз Сәрсенбаева Зердені ортаға шақырамыз. Балауса балабақшасының тәрбиеленушілерінен құралған және шағын орталық түлегінен құралған мектеп алды даярлыққа келіп отырған бүлдіршіндерімізді мектеп табалдырығын аттауға мектепке шақырамыз. Тәрбиеленушілермен бірге. Сарьева Гита және бірінші әсілінің жетекшісі Құдайберген Асылайды бүлдіршіндермен қоса ортаға шақырамыз. Apa
Құтты болсын балдар. Ортаға отырғандар тек әне столдардың бәрісінде. Енді мектепте оқисыңды. Пока ата-аналар келмесін, балалардың өзін сезген. Ата-аналар Иә, біткесін керек. Ико мүшелері ұрып береді. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Жақын көңіл жайсаң ел қазағым, өз ұраның айтылсын өз әнің. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза тіл. Батырлар ел көшін бастаған, жасымасын жас ұрпақ жас балам. Ашық аспан астында мәртебең, атсын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабың. Жаса Қазақстан, жаса менің өмірім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Бірінші сынып оқушыларына тілек айту үшін құрметті қонағымыз аудандық білім бөлімінің бас экономисі Мукушева Бану Зариван қызын ортаға шақырамыз. Ұстаздары, оқушылар, әкімшілігі, сіздерді жаңа жыл оқу жылымен құттықтаймын. Мұғалжар білім бөлімі атынан бүгінгі таңда сіздің ортаңызға өкіл ретінде келіп отырмын. Біздің жаңа аудан облыс бойынша бірінші орында, ОБТ рейтинг бойынша сол барлығы ата-ана мен мына ұстаздардың арқасы деп, балалардың арқасы деп, сол Мұғалжар білім бөлімінің басшысы Қорғанбай Әлімжан Серікұлының айтқан сөзі сізге жеткізуге тиістімін. Жыл құтты болсын, балдардың талабынан болсын, мына бүгінгі таңда болып отырған Құрбан айт мерекеңіз құтты болсын баршамызға да. Балдарға тек қана тілейтін денсаулық, мына жаңа жылды жақсы бастап аяқтауына тілектеспіз. Мына сіздің мектеп аудан бойынша ең үздік үлгі мектептің бірі. Соның ішінде сіздердің ортаңыздағы ауылдарыңыздағы балабақшаңызда үздік балабақша деген атауға ие болып отыр. Қазір енді оны сыйлыққа табыстаймыз. Жылдарыңыз құтты болсын. Алғыс хат. Құрметті Абдуллина Ақбайша Асанқызы. Сіз адамзат тағылымында келешек ұрпақты алдағы өмірге тәрбиелеп, тіршіліктің мәні мен маңызын түсіндіріп, бойыңыздағы бар біліміңізді шәкірттеріңізге жеткізіп, еңбек демалысына шыққан ардақты ұстазсыз. Бүгінгі салтанатты жиында ауданның білім беру саласына қосқан үлесіңізге шынайы алғыс тілегімізді білдіріп, деніңізге саулық, отбасыңызға аманшылық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Құрметпен аудандық білім бөлімінің басшысы Әлімжан Қорғанбай және кәсіподақ төрағасы Есімхан Шыпқаев. Ақбайша Асанқызы зейнеткерлікке Ақбайша Асанқызы зейнеткерлікке шыққанымен біздер 17 тамыз күні бұзған болатынбыз келісімшартты зейнеткерлік жасқа жетуіне байланысты. Бүгінгі күнмен қайтадан 2 қыркүйекпен жаңадан маманның болмауына байланысты 1 қаңтарға дейін келісімшартты қайтадан отырып жатырмыз. Ортамыздан кетпейсіз, сондықтан құтты болсын. Алғыс хат. Құрметті Саримова Жаңагүл Өтеғұлқызы, сіз өз ісіңізге қалтқысыз берілген жансыз. Ұлы дала елінің жарқын болашағы үшін жасаған еселі еңбегіңіз еленіп, бүгінгі еңбек демалысына шыққалы отырған шағыңызда
Сізге жүрек жарды шынайы алғыс тілегімізді білдіріп, ұзақ өмір, деніңізге саулық, отбасыңызға аманшылық тілейміз. Білім бөлімінің басшысы Әлімжан Қорғанбай және кәсіподақ төрағасы Есімхан Шымқаев. Алғыс хат. Құрметті Бірімжаров Әмин Слашұлы, сіз өз ісіңізге қалтқысыз берілген жансыз. Ұлы дала елінің жарқын болашағы үшін жасаған еселі еңбегіңіз еленіп, бүгінгі еңбек демалысына шыққан отырған шағыңызда сізге жүрек жарды шынайы алғыс тілегімізді білдіріп, ұзақ өмір, деніңізге саулық, отбасыңызға аманшылық тілейміз. Білім бөлімінің басшысы Әлімжан Қорғанбай, кәсіподақ төрағасы Есімхан Шымқаев. Мұғалжар аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі сертификат. Балауса Бөбекжай бақшасына. Мұғалжар аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысының 2017 жылғы 23 тамыздағы номері 1/743 бұйрығына сәйкес ауданның мектепке дейінгі тәрбие беретін ауылдық Бөбекжай бақшалары арасында 2016-2017 оқу жылында рейтинг қорытындысы негізінде ауыспалы кубок берілгеніне куәлік етеді. Бөлім басшысы Әлімжан Қорғанбай. Мұғалжар аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі сертификат. Жаңа жол орта мектебіне. Мұғалжар аудандық білім бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысының 2017 жылғы 23 тамыздағы номері 1/743 бұйрығына сәйкес ауданның жалпы орта білім беретін ауылдық орта мектептер арасында 2016-2017 оқу жылында рейтинг қорытындысы негізінде 3-ші орын берілгеніне куәлік етеді. Бөлім басшысы Әлімжан Қорғанбай. Келген бүлдіршін, құтты болсын қадамың, төбеңде бейбіт күнгілсін, төмен демесін талабың деп, бүлдіршіндерді құттықтау үшін сөз кезегін Батпақкөл ауылдық округінің әкімі Бектұрған Көмекбай Қуантайұлына береміз. Құрметті ауыл тұрғындары, ұстаздар, балалар, оқушылар, бүгінгі алғашқы қоңырау білім күні мерекелеріңіз құтты болсын. Енді өздеріңіз білесіздер, осы биылғы жылы 25 мамыр күні шығарып салу рәсімін жасап едік. Ол кезде мен аудандық білім бөлімінде жасаймын. Осында келіп оң сапар тілеп, осы білім ошағынан ұшып шығып жатқан 11-ші кластың түлектеріне, қалғандарыңызға осы жазғы каникулды жақсы өткізуді тілеп едік. Міне сондай күнге де жетіп жатыр. Жақсы білімдермен көзге түсіп, біздің жаңа жол орта мектебінің биылғы жылғы түлектері жоғары жетістіктерге жетті, жақсы оқу орындарына түсті. Енді сол аға апаларыңыздың жолын сіздерге тілеймін. Биылғы жылда жақсы оқуды бастап, жақсы аяқтап, ұстаздарының арқасында жақсы білім алып, үлгілі тәртіптеріңізбен басқа мектептерге үлгі болып, өнеге болып, оқуларыңызды жалғастыра беріңіздер. Барлығыңызға да сәт сапар оң қадам тілеймін. Енді жалпы енді мына ауылымызда, ауылдық округте қазір күнде бір шаралар болып жатыр. Өздеріңіз біліп жатсыздар, күнде бір жақсы шаралар болып жатыр. Мына бүгінгі білім күнде сол шаралардың жалғасы. Күні кеше ғана жаңа Конституция күні болды, атап өттік. Одан кейін бүкіл исі мұсылман қауымының ұлық мерекесі Құрбан айт болып, онда ауылдың көлемінде шама шарқымызша атап өттік. Енді міне бұған жалғасы білім күні келіп жатыр. Осы біздің ауылымызда болып жатқан жақсы шаралар, мейрамдар сол бір-біріне жалғаса берсін деймін. Осы атсалысып жатқан барлық
ауылдың тұрғындарына, қауымға тойларыңыз құтты болсын. Балдарыңыз үлкен азамат болып өссін. Барлық өмірдегі барлық жақсылықты, игілікті, ізгі қадамды барлығын осы беретін, өмірге өзгеріс енгізетін адам ғой. Сол адамды тәрбиелейтін осы ұстаздар қауымы, мына ауыр еңбектеріңізге сіздерге әрдайымда тек қана мына табыс тілеймін. Сіздердің шәкірттеріңіз тек жақсы жағынан естіртсін, үлгі болсын. Жаңа жол орта мектебінің, жалпы біздің Батпақкөк ауылдық округіндегі орналасқан мектептердің шәкірттері сіздерге сондай жақсы, ізгілікті, үлгілікті тілеймін. Барлығы да оң болсын, құтты болсын қадам. Осы бүгінгі мерекені пайдаланып, біздің ауданымызда Мұғалжар аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен конституциялық жобаның авторы Сырттанұлының 150 жылдық мерейтойына арналған футболдан бірінші орынды иеленген Батпақкөл ауылдық округінің командасы марапатталады. Құрметпен Мұғалжар ауданының әкімі Данағұлов. Жоғарыда айтып өттім, бізде күнде бір игі шара болып жатыр деп, осы жақында ғана 31 күні осы бізде мектепке жол акциясы болған. Соған бірқатар азаматтар, азаматшалар, ауыл тұрғындары, осы біздің ауылдық округте орналасқан мекемелер өздері қамқоршылық танытып, аз қамтылған отбасыға, мектепке өздерінің жақсы істерін, өнегелерін көрсеткен. Ол азаматтардың бірқатарын өткенде атап өттік. Енді кейбір азаматтар болмай қалды. Өздеріңіз білесіздер, жылда бізде республика көлемінде мектепке жол деген акция болады. Сосын туған жерге тағзым, тектіліктің белгісі деген үлкен акция бар. Оны енді көпшілігіңіз естіген шығарсыздар. Бірақ енді естігенмен атсалысып жатқан жекелеген ғана азаматтар мен жекелеген компания, фирмалар. Енді болашақта олардың қатары ұлғаяды деп ойлаймын, сенеміз. Осындай алғыс хатпен біздің ауылдық округтың атынан Шығыс мұнай және сервистік қызмет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымы Батпақкөл ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық жағдайын дамытуға өз үлесін қосып келеді. Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен 2017 жылғы 1 тамыз 30 қыркүйек аралығында өткізілетін дәстүрлі жалпы республикалық мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында ауылдық округке қарасты мектептердегі аз қамтылған көп балалы отбасылар балалары мен жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған оқушыларға демеушілік жасап, қолдау көрсеткеніңізге шынайы алғысымды білдіремін. Сіздің осындай өнегелі ісіңізге ризашылығымды білдіре отырып, сізге және ұжымыңызға жетістік, бірлік пен ынтымақ, кәсіптеріңізге өрлеу тілеймін. Ел игілігін өркендетер жұмыстарыңыздың арқасында абыройыңыз асқақтап, әрдайым халық алғысы мен батасы дари берсін деп тілеймін. Құрметпен ауылдық округтың әкімі Бектұрғанов деген алғыс хатымыз бар. Шығыс мұнай және сервистік қызмет жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне. Рахмет. Жаны жайсаң жомарт азаматтарға осындай алғыс хатпен біздің жаңағы кеше жиналыста да айтып өттім. Одан кейін бүгін мектеп директоры да атап өтіп жатыр. Ауылдың тұрғыны осы үнемі мектепке қолғабыс жасап жүрген, жалғыз мектепке емес, балабақшаға, ауылға, болашақта да солай деп ойлаймын. Қобылашев Әли деген жеке кәсіпкерлік ұжымы осы азаматқа да алғыс хатпен марапаттап, елдің алдында ризашылығымды білдіргім келеді. Баршаңызға да рахмет. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға, мына азаматтарға Алла разы болсын деймін, игі істеріңізге. Отбасыларыңызға құт, бақыт, береке болсын. Тек қана осы жақсы істерге атсалысып жүріңіздер. Рахмет. Көп рахмет. Енді алғашқы қоңырау салтанатында құттықтау сөз бүгінгі жиынымыздың құрметті қонақтарына беріледі.
Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру ұйымы, педагогикалық шеберлік орталығы, Ақтөбе филиалының тренері Удешева Күнсая Ғайнеден қызы. Армысыздар жиналған қауым, енді мен өзім орныма келіп тұрмын, тағы да жаңа филиал тренері дегеннің алдында жаңа жол орта мектебінің мұғалімі деп атап кету керек еді. Негізі мен осы жерде 24 жыл қызмет жасадым, өте қуаныштымын осы ортадан шыққаныма. Енді құрметті әріптестер, ең бірінші рет мен осы Батпақкөл селолық округі, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Жағабұлақ ауылының 3 бірдей білім ордасының керемет жетістікке жеткендігімен қуанам. Ана Ақтөбеде отырсам да өзімнің мектебімді, ауылымды мақтан тұтып отырам. Үлкен ұзақ қол шапалақтап жіберсек. Енді жаңа мына жерге келгенде әрине сезімге беріліп отырады екенсіз. Кішкентай ғана бүлдіршіннің өлең айтқанын көре отырып, өзімнің шынымен не істей алмай отырмын. Сондықтан жаңа Сәрсенбаева мектеп алды даярлық сыныбының кішкентай бүлдіршін бұлақ көрсең көзін аш деп, кішкене ғана ақшалай сыйлығым бар, осыдан бастағым келіп тұр. Апай қайда, апай кім? Енді мектептің ұжымына осы кішкентай балдардың жақсы бір биіктен көрінгеніне үлес қосыңыздар деп айтқым келеді. Енді бұл жерде келген менің себебім, құрметті әріптестер, белгілі бір тапсырмамен өкіл ретінде немесе тағы бір шарттармен келіп тұрған жоқпын. Жалпы мына Құрбан айт мерекесі болғандықтан, бірнеше күн демалыс күн берілгендіктен, ауылға келіп кетейін, мамама келіп кетейін деп келіп тұрмын. Сол ретте мына туған жерге тағзым деген үлкен акция жүріп жатыр. Сол туған жерге тағзым акциясына өзімнің кішкентай бір үлесімді қосқым келеді. Ол мына рухани жағынан құндылық дейді. Қазіргі таңда жас бүлдіршіндердің 21 ғасырда әлемнің өзгеруіне сәйкес өзгеруі керек. Мұғалімдердің жаңартылған білім мазмұны бойынша беріліп жатқан көптеген бағдарламалары бар. Сол бағдарламаларға сәйкес мектептің кітапханасынан бір бұрышына әдістемелік бұрыш ашқым келіп тұр. Бұл енді бір жағынан өзімнің осы мектепке қосып жатқан үлесім ретінде болсын. Биылғы жылы мектепке осы кітаптармен жабдықтайтын болсам, ресурстармен, келесі жылы енді денемізде жан болса, одан да басқаша қолымыздың көмегін, үлесімізді қосамыз деп ойлаймын. Қазір мектепке мен 13 кітаппен келіп отырмын. Құрметті жаңа жол орта мектебінің ұжымы, Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы, педагогикалық шеберлік орталығы Ақтөбе филиалы тренері Удешева Күнсая Ғайнеден қызының мектеп кітапханасының жаңартылған бағдарлама білім берудің жаңа мазмұны әдістемелік бұрышына туған жерге тағзым акциясы аясындағы төмендегі әдістемелік нұсқаулықпен толтыратындығын растаймын деп 13 кітаптың тізімі жазылған. Және сіздерге 2017-18 жаңа оқу жылында жаңа бастамаларыңызға толағай табыстар мен жетістіктер тілеймін деп осы филиал басшысы Тәуелия Адиятовна Акимованың қол қойып Назарбаев зияткерлік мектептері логотипімен берілген мына естелік бұрыштаманы сізге тапсырғым келеді. Мейрамбек Маратұлы, сізді шақырам ортаға. Осы мектеп бойынша екінші негізгі деңгей мектептегі мұғалім көшбасшылығы, бірінші ілгері деңгей педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы бойынша және үшінші тиімді оқыту бойынша бірнеше мұғалімдер сертификатталған болатын. Олар Танабергенова Асель, Туретова Інжу, Незина Дамиткен, Алиманова Бағдаткүл сертификатқа алған мұғалімдер және дәл қазіргі таңда Абдуллина Шара білім алып жатыр. Міне осы кісілер және жаңартылған білім беру бойынша мазмұны бойынша сертификатталған бір сара мұғалімдеріміз бар шығар. Солардың барлығының жұмыстарына пайдалануға үлкен көмегін тигізеді деп ойлаймын. Мектеп кітапханасының меңгерушісіне табыстаймыз. Енді жаңа мектеп басшысы айтып кетіп жатты. Осы
біздің орталықтан көптеген мұғалімдер жаңартылған білім мазмұны бойынша сертификатталады деп, енді мен дәл қазіргі уақытта осы жерді пайдаланып, осы мектептің 2 мұғалімін сертификатын беріп кеткім келіп тұр. Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. Сертификат Көбенова Қарлығаш Жанұзаққызы, Қазақстан Республикасы орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде информатика пәні бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру, білім беру бағдарламасы бойынша 80 академиялық сағат көлемінде оқу курсын аяқтап, таныстырылымын қорғады. Класстың биылғы мұғалімі Саримова Гита Жұмалиевнаға беріледі. Ұйым жетекшісі Тәуел Әдетовна Акимова. Енді 30 тамыздан бастап болып жатқан мереке өз жалғасын тапсын деп ойлаймын. 25 мамыр күні үлкен жетістіктермен, үлкен қуанышпен осы орта орны толады деген үлкен үміттемін. Барлықтарыңызға, барша халыққа денсаулық, табыс, сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Педагогикалық орталыққа оқуға барғанда ыстық құшақпен, жылы бізді ықыласпен қарсы алатын, педагогикалық көмегін аямайтын Күнсая апайымызға көп ду-қол шапалақ жасап қояйық. Алғашқы қоңырау салтанатындағы құрметті қонақтарымызға арналған құттықтау сөз кезегін жалғастырамыз. Құттықтау сөз кезегі Ақсақалдар алқасының төрағасы Қобылан Бақытжан Теңізбайұлына және зейнеткер ұстаздарымызға беріледі. Құрметті ата-аналар, құрметті мектеп ұстаздары, ұжымы және бөбектер, сіздерді бүгін мынау Құрбан айт мейрамына сәйкес келіп тұрған білім күніменен мынау ауылдың ақсақалдары атынан сіздерді шын жүректен құттықтай отырып, зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, мынау елбасымыздың 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша салып берген, мынау мектептің ішінде жақсы оқып, жақсы тәрбие алып, үлгілі оқушы болып, ылғи бестеген бағаны алуларыңа, мынау мектеп табалдырығын аттап атқан түлектерге, соны шын ықыласымен ауыл ақсақалдарының атынан жақсы оқуларыңа тілектеспіз. Ал енді міне бүгін жас түлектер жаңа ауданнан келіп отқан өкілдің айтуы бойынша біздің мектеп Жағабұлақ осы аудан бойынша, облыс бойынша міне атақ шығып жатыр, міне орын алып жатыр. Осы орындарыңыз құтты болып, осы орынды әрі қарай жалғастырып, Қазақстанға, орталыққа, Астанаға белгілі боларыңа тілектеспіз. Тек денсаулық, отбасыларыңызға амандық, тек ұжым ауызбіршіліктерің бір болып, мінекей жаңа басшыларың келіп жатыр. Осы әрі қарай осы ұжымды осындай жақсылықпен тек жалғастыра берулеріңізге тілектеспіз. Ал құрметті ұстаздар, мектеп ұжымы, осы оқушылар, ата-аналар, барлық ауыл тұрғындары, барлығыңызда біріншіден Құрбан айт мейрамымен құттықтаймын. Отбасыларыңа амандық, дендеріңе саулық тілеймін. Және бүгінгі мынау мектепте болып жатқан алғашқы қоңырау білім күні барлығыңызға да құтты болсын. Мына кішкентай бүлдіршіндердің қадамы құтты болып, жақсы оқушы атансын дегім келеді. Және мынау құрметті мектеп ұжымы, бүгінгі жетістіктеріңе көріп, естіп, қуанып отырып, әрдайым осындай жетістіктерге жете беріңдер. Біздер енді зейнеткерлік демалыста болғанмен бір жаңағы құлағымыз осы жақта, мектептің осы жақсылықтарына қуанып, әрдайым марқайып отырамыз.
мынау жаңа енді барлық мектеп ұжымына, мына оқушыларға, мынау биылғы келіп жатқан жаңа мектеп директоры, мынау біріншіден өзімнің баламның құрдасы, қатары бірге жүрген, және осы мектепке басшы болып келіп жатқан Мейрамбек Маратұлына да сәттілік тілеймін қадамына. Әрмен қарайда осы ұжыммен жас жетістіктерге жете бер көкем. Денің сау болсын, әрдайым осы барлық ұжымға тек қана творчестволық шығармашылық табыс тілеймін. Жетістіктен жетістікке жете беріңдер. Әрдайым тек қана тілекшімін. Рахмет. Нұр толқып жүзің, гүл толып құшақ, шаттыққа толсын омырау. Қағылмақ міне әуенге бөлеп, қағылмақ алғаш қоңырау. Алғашқы қоңырау соғу рәсімі 11 класс оқушысы Данияр қызы Әйгерім мен 1 класс оқушысы Елібай Азаматқа беріледі. Бірінші сынып оқушыларын алғашқы ұстаздары мен білім жолындағы қызықтарға толы әлемге саяхатына сәт сапар тілеп мектеп партасына шақырамыз. Бірінші А және Ә сынып оқушылары класс жетекшілерімен. Және де барлық класстарда мен патриотпын атты класс сағаты өтеді. Класс сағатына екінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Бірмағамбетова Мадия мен екінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Төлеген Анармен бірге ортаға шақырамыз. Үшінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Қансұлтанова Назгүлмен, үшінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Анесова Динарамен, төртінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Танабергенова Әсермен, төртінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Бұлышева Ақботамен, бесінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Советова Ақтотымен, бесінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Жоламанова Алмекенмен, алтыншы класс оқушыларын класс жетекшісі Құрманалы Азизамен, жетінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Көбенова Қарлашпен, жетінші А класс оқушыларын класс жетекшісі Каужиева Мажидармен, сегізінші класс оқушыларын класс жетекшісі Үсенова Гүлвирамен, тоғызыншы класс оқушыларын класс жетекшісі Мырзабекова Гүлнұрмен, оныншы класс оқушыларын класс жетекшісі Молдағазина Іңкәрмен, 11-ші класс оқушыларын класс жетекшісі Данайбекова Динарамен ортаға шақырамыз. Құрметті қонақтар, ұстаздар, ата-аналар, білім күніне арналған сыңғырлы күміс қоңырау атты салтанатты жиынымызды жабық деп жариялаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.
балалар, жүректері дүрсілдеп тұрған ата-аналар, көздері мөлдіреп тұрған балалар, қадамдары құтты болсын. Сендер мектеп табалдырығын аттадыңыздар, иә? Әрдайым да биік белестерден көрініңіздер, оқу озаты болыңыздар. Біз сіздер үшін қуанамыз әрдайым да. Сау болыңдар. Не дейміз апайға? Сау! Бізді ұмытамыз ба? Ен апай екеумізді ұмытасыңдар ма? Талаптарың оң болсын балдар, аталардан құтты болсын балдарының. Екі апай да аманат біздің балдар. Біздің еңбегіміз ақтайды деп ойлаймыз. Әрі қарай білімдер жалғаса берсін. Оқу озаты болыңдар. Ата-аналарының еңбегін ақтаңыздар. Сіздер ертеңгіліктеріңізге сабақтарыңызға келіп көріп тұрамыз, иә ма? Тентек боламыз ба? Жоқ! Не боламыз? Қандай боламыз енді? Сосын? Иә, сосын? Иә, жарайсыңдар. Сау болыңдар, кеше. Сау болыңдар. Құрметті, мен де айтып жіберейін де, өзім тілегімді Әлидар әжесі, енді міне балабақша ұжымы сіздерге көп рахмет. Осы біздің балаларымызды кішкентайынан бастап тәрбиеледіңіздер, суығына да көндіңіздер, неше түрлі жағдайларда болып, барлығы үшті керемет. Енді ауыспалы клубы алып жатсыздар, ол да сіздердің еңбектеріңіз, сіздердің жемістеріңіз әрдайым осылай жастер көп болсын. Біздер осы балалардың атынан, ата-аналарынан бәрі сізге рахмет айтамыз. Көп болсын. Енді мектепте олар әрі қарай өздері көрсетеді, жақсы жетістіктерге жетеді деп біздер сенім білдіреміз. Рахмет. Сау болыңдар балалар.